Құрметті оқушылар, бүгінгі сынып сағатымыз қазақтың ұлы абайы деген тақырыпта өтпекші болып тұр. Мен бүгінгі сабақты мына абайдың өлеңімен бастағым келіп тұр. Көп адам дүниеге бой алдырып, аяғын шөп алдырған. Өлді деуге болама, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп, бүгін Абайдың 175 жылдығына орай өтетін сынып сағатымызды ашық деп жариялаймыз. Отыра қойыңдар. Ысқылау әдісімен бастаймыз. Бірінші өзімізге, екінші жұбымызға білеміз ғой, алып кеттік. 1, 2, 3 көңілдірек. Мен Екінші жұбымызға. Қатты енді топтасамыз. Өте жақсы. Жақсы олай болса, балалар, отыруларыңызды сұраймын. Бүгін сабақты екі нүкте арқылы бастағым деп отыр. Білемін нүктесі және де білгім келеді нүктесі арқылы. Біз не білеміз? Осы Абай туралы. Абай туралы біз не біледі екенбіз? Білетіндеріміз бар ма? Білемін нүктесіне 10 оқушы, 7 оқушы ма? Қалғанымыз білмейтін нүктеміз, толық білмеймін Абайды нүктесі бойынша. 4-5 екен. Екеуміз қайда қалдық? Танып жатқан нүктесінде қалдық қой деме, ортасында. Жақсы. Онда Абай Құнанбаев туралы бір нәрсе айтып кеткім келіп отыр. 3 нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы жүрек, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Бұл кім айтып кеткен екен? Абай айтып кеткен. Абай атамыз туралы біз не білеміз, балалар? Ол кім еді? Қандай Абай туралы қандай ойларың бар? Ал, бірінші. Кім? Ақын, иә? Жақсы. Абай Құнанбаев бала кезде өте зерең, ақылды бала болған. Ол қазақтың ағартушы ақыны. Ары қарай. Айта беріңдер. Абай Құнанбаев атамыздың 45 қара сөзі бар. Ол жазушы, философ. 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген. Иә, Айнұржан. Біз қазақтың патриотымыз. Біз Абай туралы білуге тиістіміз және білгіміз келеді деп ойлаймын. Жақсы. Тартжара. Абай 12 жасында мұсылманша оқып еді. Абай Құнанбаев кеші философ болған. Өте жақсы. Ал және? Абай Құнанбаев аудармашы, ғалым, көркем әдебиет қазығы. Өте жақсы. Ары қарай. Аттарыңды аттап түстемей қойың, тұр бұл аудаңызға айтар. 15 жасынан бастап әкесіне көмек тигізеді. Және Абайдың жұрты Абайды би деп сыйлайды. Абай 1845 жылы 10 тамызда Семей облысы Шидебай ауылында Шыңғыстаудың етегінде дүниеге келген. Ол Абай Құнанбаевтың есімі, хатқа жазылған есімі Ибрагим болған. Ал әжесі Зере оны еркелетіп Абай деп атап кеткен. Сондықтан да біз де Абай деп атап кеттік. Сабира. Абай Құнанбаев аудармашы, ұлы ақын, композитор. Жарайды. Ернақ. Ол 14 жастан бастап өлең тақпақ жазған. Өте жақсы. Жарайсың. Абайдың әкесі Өскенбай ұлы Құнанбай өзінің замандағы ұлы ақындардың бірі болады. Шешесі Ұлжан шешендікпен бірге өзінің замандағы көркем сөздің шебері болады. Өте жақсы. Ауызбек.
Абай Құнанбаев 14 жасынан бастап ысқақ өлеңдер шығарған және ол жастардың арасында кең таралған. Жаңа заманның ретімен Абай білімге бет қойып, араб, парсы тілдерін үйренген. Өте жақсы, жарайсың. Мен Абай орыс әдебиетінен қалай кетті деген сұраққа былай жауап бергім келеді. Абайдың екі орыс достары болған. Олардың аттары Гройс пен Михайлис. Ол екеуі Абайдың ауылында болып, сосын Абайға орыс әдебиетінің негізін қалайтын адамдармен таныстырып, Лермонтов, Евгения Онегинді аударткызған. Абайға орыс әдебиетін таныстырған. Орыс мәдениетін, әдебиетін бізге алып келген, таныстырған Абай деп түсінесіз. Өте жақсы баян, жарайды. Парасатты болып туған Шыңғыстаудың Абайы, ән мен жырын мұра қылған Сарыарқаның Абайы, нақылы мен сана құйған қазағымның Абайы, ақылы мен дана болған бүкіл әлем Абайы деп, сендердің ойларымен мен келісе отырып, ары қарай сабағымызды жалғастырмақшымын. Енді балалар, біз Абайдың биыл қанша жылдығын тойлап отырмыз? 175 жыл. Көтеріп жауап берейік, жақсы. 175 жылдығына орай Абайдың біз айтып кеттік, сан түрлі мәліметтерді қазір Абай туралы айтып кеттік. Мен сендерге 175 жылдығына орай үйге тапсырма берген болатынмын. Абайдың шығармаларын оқу арқылы өзіміздің басқа да қырымыздан көрсетуге тапсырма болған. Соны орындап келгендері мықты керемет орындап келсіндер, мына жерге көрме ретінде іліп тастапсыңдар. Ал осы бойынша маған мына қыз суреті бойынша кім дайындап келді? Маған қатты ұнап тұр. Барлықтарың еңбектерің өте ұнап тұр. Осы қыз суреті бойынша кім сөйлеп береді? Ал және сен салдың ба? Айтамын. Мен Абай таныстырып айтамын. Мен бұл жерде Абай атаның қыс мезгілін салдым. Себебі маған Абай атаның қыс мезгіліндегі тақпағы өте қатты ұнайды. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Өте жақсы. Жарайды. Ұзақ сөйлемейміз. Өте жақсы. Және еңбегін бағалап жіберейікші. 2 жұлдыз бір тілекпен. Ал, Амина. Бұл жерде және суретті әдемі салды, және де астындағы киіз үйіндегі сөздерді Қатты ұнап тұр, өзінің шеберлігін көрсеткен екен. Өте жақсы. Тілегіңіз? Егер бұл жерде тағы да өлеңіне шумақтар қосып айтқан кезде жақсы болар еді. Жарайды. Бір шумақ ғана айтты дейді, айтып өтті дейді. Жақсы. Енді маған қай сурет бойынша? Мына шегіртке мен құбырсқа. Осыны кім салып келді? Ал, келе ғой. Бұл мен үйде салған өзімнің шығармам. Мен бұны Абай атамыздың шегіртке мен құбырсқа өлеңін оқи отыра, соны өзімнің ойымен тоқып салдым. Мен қазір Абай атамыздың осы шегіртке мен құбырсқа өлең шумақтарын айтып беремін. Үзінді ғана қысқа айтайық, Шырылдауық шегіртке ыршып жүріп ән салған, көгалды қуып көл айттап, қызықпен жүріп жаздалған. Жазды күні жапырақтың бірінде тамақ біріндей, жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ, өкінгеннен не пайда, суыққа тоңған қан ашқан, ойын қайда, ән қайда. Оны менен тұрмады, қар көрінді, қыс болды, сауықсыл шорлы бүкшейді, тымақ қиын болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Сабанға жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Жүгіріп келіп жығылды, аяғына басыра. Қарағым жылып тамақ бер, жас шыққанша асыра. Ақ шырқын керемет. Өте жақсы. Жаттағаның, шығарманы сезіне білгенің өте керемет. Суретің де соған сай жақсы шыққан екен, жақсы тонды екен. Отыра қой. Саған рахмет айтамыз. Енді Нұрасем тұра тұр. Нұрасемді бас бармақ атысымен бағалап жіберейік балалар. Қане?
басқармаға қатысымен өте жақсы. Бәріміз керемет деген бағалап отырмыз. Өте жақсы. Балалар ренжімейсіздер. Тағы бір оқушы ғана туындысын таныстырсын. Уақытымыз тығыз. Басқа қоңыраудың кезінде тағы да талдап өтеміз, иә? Ал, Амина, сен қай сурет салып келдің? Мен осы күзге Абайдың күз өлеңіне қарай салдым. Сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы, шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсиды салы биін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертіп шуда жібін, жас қатындар жытылған жамай дүйін. Қастырына қатарланып қайтса бермен, астында ақшомшы жүр ол бір керуен. Жарайды, өте керемет, жақсы. Ренжіме, әрине ойыңды бөлгеніме. Бұл суретте не қолданды? Бұл жерде мен қаламмен салған жоқпын. Бұл жерде мен краскамен, бояумен салдым. Майлы бояумен салғаны екенсің, е? Жақсы. Жақсы, өте жақсы. Өнерің өрге жүзе берсін. Ал, Аминаны бағалап жіберейік туындысымен. Басқарма қатысымен ба? Жарайды, басқарма қатысымен. Қабыл ал. Жақсы. Олай болса, балалар, бұл сурет туындысы бойынша сендердің бір қалай еңбектерің тұр екен. Бұларды тағы да талдап жатамыз. Біз Абайдың шығармаларын оқумен қатар өзіміздің басқа да қырымыздан танытып жатыр екенбіз. Енді біз Абайдың композитор екенін жақсы білеміз, е? Абайдың қандай әндерін білесіздер, балалар? Абайдың қандай әндерін білесіздер? Ал, Баян? Мен Абай ұнамайтын, малы дысының мұны жоқ, малдан қысқа дейін тапам білем. Жақсы, әндерін деп атсың. Қандай әндері бар еді, және? Көзімнің қарасы, Ал, Құндыз? желсіз түнде жарығы, Өте жақсы, тағы? ескенде поэмасын білем. Әні, балалар, әні. Композитор ретінде қандай әндермен танылды? Алайын. Сосын тағы да 8 аяқ деген ән. 8 аяқ. Айттым, сәлем, қалам, қас деген әндері бар екен. Тағы да осы отыра қойыңдар. Осы Абайдың әнінен бір үзінді кішкене айтып жіберетін оқушылар бар ма? Абайдың әншілік композитор жағынан қырынан танытатын оқушы бар ма екен? Ал, Айын, айта ал. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір
керемет осыны шапалақпен өте жақсы. Рахмет саған Айым. Бүгінгі Абай атамыздың осы әдемі әнімен бізге әнін сыйлағаның үшін. Енді әрине Абай атамыз туралы айта беру өте көп ақпараттар көп. Соның біз тек қана білгенімізді ғана айтып жатырмыз. Білу нүктесінен енді білмеген нүктемізге қарай жылжиып, басында сабақтың басында айтып кеткен білмейтін тұстарымыз туралы. Сол бойынша мен кішкентай ролик жасап келдім. Мүмкін сендерге таныс ақпарат та бар шығар, таныс емес ақпарат та бар шығар. Соны ой түйіп отырыңыздар. Сонда беделді әрі бай, Қарқаралы өзінің аға сұлтаны қажы болған беделді адамның бірі. Абай алдымен ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқыған. Болашақ ақын өзімен бірге оқып жүрген балаларға қарағанда өте тиімді, ықыласпен беріліп оқып, үздік оқушы болған. Медреседе араб және парсы тілдерінде дін сабағы жүргізілді. Оқып жүрген кезінде ол өз бетімен шығыс елдерінің шығармаларын араб, иран, шартай, ескі өзбек, орыс тілімен, әдебиетімен танысқан. Ол алғыр, зерек болып өсті. Абай 13 жаста ел ішіне араласқан. Әке қасында жүріп, би болыстардың бұзушылықтарын, ескі әдеттерді, әлеуметтік теңсіздікті өз көзімен көрді. Патша үкіметінің отаршылдық саясатын, орыс әкімдерінің жергілікті би болыстардың араша әрекеттерін біліп, соларға қарсы күресуге бел байлады. Қазақ халқының ауыр өмірімен танысады. Абай әкесінің әділетсіздігімен, қаталдығымен келісе алмады. Оның халық арасынан шыққан адал ағзадармен достығы, орыс мәдениетіне бойынуы әкесі Құнанбайға аман. Олардың арасында жиі тартыстар да болып тұрады. Абай 28 жасқа толғанда әкесімен біржола ажырасады. Абай қазақ ертегілерімен аңыздарын, өлеңдерімен жырларын, мақал мәтелдерімен сыйлықтарды бала кезінен естіп, бойына сіңіріп өсті. Сол замандағы айтыстардың, шешендер мен билер дауының куәгері болды. Әншілер мен күйшілерді тыңдады, естіді. Халықтың ауыз әдебиеті жинақтары мен ауыз әдебиеті осы видеороликпен қоса, мен сендерге мынадай кітапханадағы Абайдың кітаптарын әкеліп отырмын. Мына жерде Абайдың энциклопедиясы деп аталған 3 томнан тұратын кітап тұр. Бұл жерде Абайдың өмірі, балалық шағы, қай өлеңі қалай дүниеге келді, сол бойынша толық жазған. Біздің кітапханаға барған кезде тек қана электрондық неге нұсқаға сүйене бермей, кітапханада кітаппен оқыған әсері өте керемет болады. Және де Абайдың сөздік қорын санап шығу мүмкін болмаған. Өйткені өте сөзге бай, қазақтың нағыз қазақ екенін танытқан осы Абай болады. Абай арқылы Мұхтар Әуезов бүкіл әлемге танылып отыр. Оның Абай жолы деген шығармасын біз жақсы білеміз, романын. Бұл романын Мұхтар Әуезов жазған, 4 томнан тұрады. Мінекей сендерге 1-ші том қалып қойыпты, 2-ші, 3-ші, 4-ші томы. Осы Абайдың өмірін ары қарай толыққанды зерттеу үшін осы Абайдың осындай кітаптарын оқуға мен ұсынамын. Және де Абайдың сөздіктері, Абайдың жазғанда өлеңдерінде кейбір сөздерді біз кейде сөздікпен тексеріп талдап жатамыз ғой. Сол сөздік арқылы Абайдың мағынасын тануға осындай сөздіктері бар екен. Кітапханадан бұны алып оқысаңдар болады, біздің мектепте бар. Енді біздің көрген электрондық оқулықтан алынған мәлімет бойынша және де мына кітаптар бойынша мен сендерге біраз сұрақ қойып кетейін. Абайдың шын аты кім еді? Шын аты кім еді, Мирас? Өте жақсы, дұрыс айтасың. Абайдың қанша күйі бар? Аттарын атай аласыңдар ма? Оның 3 күйі бар. Біріншісі айттым сәлем қаламқас. Жоқ. Тоғжанға, Майтыңы және Абайдың желдірмесі. Ол күйі мен әнін шатастырмаңдар. Жарай ма?
Бұны композитор ретінде Абай күйде шығарған екен. Өзі домбыраның құлағында ойнаған, әрбір қазақ әудемейтін қазақ жоқ, бірақ сол домбыраны шертіп отырып өзі күй шығарған екен. Абайдың аяқталмаған поэмасы? Абайдың аяқталмаған поэмасы ол Әзім поэмасы балалар. Тағы біз қандай поэмаларын білуші едік? Ескендір ма? Жақсы. Ескендір поэмасынан үзінді келтіре аласың ба? Айтып жүргеші, 2 шумақ жеткілікті. Осы жұрт Ескендірді біле мекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды, жасы 21-ге әлем толды. Өз жұрты аз көрініп көршілерге, көз алартып қарады оңды солды, сұмдықпен ғаскер жинап қаруланды, жақын жерге жау болып дыраттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Рахмет, өте жақсы. Керемет, біздің бұл Абай өлеңдерін жаттап жүрген оқушымыз. Бұл оқушымыз республика бойынша онлайн түрде өткен қашықтық олимпиададың жеңімпазы, 1-ші орын жеңімпазы. Бұл Нұрасенді тыңдай берсек, оның Абайдың жаттаған өлеңдері өте көп. Енді балалар, біз осы сабақта біз қандай ой түйдік? Білмейтін нүктемізге келген кезде не үйрендік? Қандай жаңа таныс ақпараттар болды? Ал? Абай Құнанбаев 28 жасында әкесінен ажырап кеткен. Жақсы. Сондай мәлімет алдыңыз өзіңізге? Ахмет Рүстем медресесінде оқыды. Оқыған екен. Сондай ақпарат алдыңыз өзіңізге? Және Абайдың 3 күй шығарғанын білдік. Өте жақсы. Балалар, демек біз Абайдың шығармаларын 1 сағатқа сыйғызу мүмкін емес екен. Оның әр қара сөзіне, әр өлеңіне, әніне, күйлеріне, поэмаларына тоқталамыз. Оны біз әдебиет сабақтарында тоқталамыз. Бүгін сынып сағатында Абайдың ұлы, біздің ұлы Абайымыздың ұлы ақын екені, Абайдың ұлылығын ұлықтау мақсатында өткен сынып сағатымызды қазір соңғы түйген ойымызбен аяқтағымыз келіп отыр. Және де қайтадан алақан ысқылау техникасы бойынша балалар, Абайдың біз қандай ұрпағымыз? Бақытты ұрпағымыз деп бәріміз өзімізге хормен сабағымызды аяқтайық. Қатты ысқылаймыз. Мен Абайдың ұрпағымын. Жақсы. Сабақ аяқталды. Орнымыздан тұрамыз. Сау болыңыздар.